Қазір біздер жаңадан ашылған кабинетке пакет алатын боламыз, яғни кабинетін активировать ететін боламыз. Сіздерге жаңадан кабинет ашылған уақытта осындай суреттеме көрінетін болады. Кімге қаншалық пакет керек таңдайсыздар. Мысалға 30 мыңдық, 60 мыңдықты. Қазір мына кісіге 120 мыңдық пакетті алуымыз керек. Ол үшін добавить корзину басамыз. Добавлено міне астында көрінді. Одан кейін жоғары қарай көтерсіздер. Жоғарысында міне корзинканы сурет тұр. Маркет деген жанында сол. Корзинканы басасыздар. Одан кейін мына оңға солға ысырсаңыздар міне ысырылады. Кейбір телефондарда мына сделать заказ деген көріп тұрсыздар ғой. Сол тығылып қалады, бүйтіп көрінбей қалады. Сол үшін аны оңға солға ысырсаңыздар көрінетін болады. Сделать заказды басасыздар. Одан кейін мына жерге қандай енді Қазақстан, қай қаладан, Алматы, допустим. Содан кейін адресін жазасыздар мына жерге. Мысалға осындай көше, улица осындай, квартира осындай деп, сосын номерін жазасыздар. Номерін жазып жібересіздер, допустим. Одан кейін доставка Казпочтаны таңдайсыздар. Оплатить сейчасты басасыздар. Одан кейін өздеріңіздің Каспий Голд данныйларыңызды толтырасыздар. Яғни сіздерден банк карточкасының данныйларын сұрайды осы жерде. Яғни карточканың сыртындағы 16 санын жазасыздар. Допустим, типа осындай. Одан кейін қай уақытқа дейін жарамдылығын жазасыздар. Сосын артындағы 3 сан CV кодын жазасыздар. 3 санын жазасыздар. Одан кейін сіздің Каспий кодыңызға SMS барады 6 сандық. Я болмаса оплата өтпей қалуы мүмкін. Егер сіз интернет оплата бұрын соң жасамаған болсаңыз, бірінші рет жасап тұрған болсаңыз, Каспий банк сізді өткізбейді. Тұрасыз, сізге бір 5 минуттың шамасында звонок келеді Каспий банктен. Сіздің счетыңыздан осындай ақша шешіп жатырмыз, шешіліп жатыр. Ол сіз бе, сіз емес пе? Егер сіз болсаңыз, бір санын басыңыз деп, сол кезде бір санын басасыз да өзіңіздің оплатаңызды әрмен қарай жалғастырасыз. Бір санын басасыз, содан кейін мына жерге қайтып келесіз де карточкаңыздың данныйын қайттан толтырасыз. Карточкаңыздан ақша автоматты түрде шешілетін болады. Қазір біздер платеж завершен, ақша шешілді, міне оплата төленді. Сіздерде осылай шығады. Содан кейін вернуться в магазин басасыздар, обратно сосын партнерымды басасыздар. Кабинеттеріңізде осындай көрінеді. Элитный, мінекей пакет элитный. Содан кейін астында реферальный ссылкасы бар. Яғни осы жерден пакет алынған, алынбағанын көре аласыздар. Осылай пакет аламыз.